Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен 9 айлық балапанды отырғаннан бастап горшокқа қалай үйретуді көрсетемін. Горшокқа қалай отырғызуды мен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Негізі горшокқа отырғызбас бұрын 2-3 күн алдын негізі баланы дәл осылай отырғызып, отырғаннан кейін осылай аяғыны тура осылай ұстап 1, 2, 3, 4. Енді екінші аяғын 1, 2, 3, 4. Бұны не үшін жасап жатырмыз? Бұны горшокқа отырғаннан кейін мынау көтеншегі батып кетеді ғой баланың. Баланың көтеншегі батпас үшін дәл осыны жасаймыз. Сонда мына бұлшық, мынау аяқтың бұлшық еттері жақсылыңая түседі. Ешқандай бату деген болмайды. Горшокқа уже сразу осын жасасаңыздар тез үйренеді дегенім ғой. Так, бізге енді горшок. Мен горшокты бүгін сатып алдым. Алып кел, Жансерік, горшогын алып келе сал. Енді міне горшогымыз жаңа, міне тенасымен тұр. Мен сіздерге қалай отырғызып, қалай дәл осылай екіншісінде көрсетейін. Дәл неғаған кезде міне осындай ойыншықтарын отырғызып, былайына отырғызып, міне іш деп атыр деп көрсетіп, не қылсаңыздар да, бала соны көріп, жайлап отырады. Сосын ағасы болса, ағасыны, әпшесі кішілеу әпшесі болса, соны шақырып та көрсетсеңіздер болады. Келе ғой, Жансерік, мен 7 жаста балам бар, соны мен көрсетемін былай. Кәні отыршы балам. Ана, тура осындай міне. Көрдіңіздер ме? Тура осылай қылып көрсетсеңіздер де, бала соны көріп, жайлап отырады. Так, баған жаңа жылап кетті ғой. Жаңа жылап кетті. Енді тағы да басқаптан көрсетемін. Міне, горшокқа отырғызамыз. Бісміллә, Bismillahirrahmanirrahim. Жаңағы айтқанымдай, аяғını дәл солай 1, 2, 3, 4. Міне, уже қараңыз, аяғы созылып, уже мына жағы батпайды. Ойыншықтармен алдаймыз баланы. Машинесіне отырып қараңыз. Уже арада 5-10 минут отырса, ары қарай уже бала уже үйренеді. Ох ты, мына қара, Димаш, мына қарашы, мына қара бүйтіп отырғызамыз да. Өйстіп алдаймыз. Егер қатты жылап кеткен жағдайында міне суыны береміз. Көбірек отырғызып үйрету үшін. Көріп ғой. Дәл осылай. Көбірек отырса, қараңыз, аяқтары деп батып, не батқан жоқ. Дәл сол мен айтқандай нені жасаңыздар. 9 айлық балапан бол. 9 айлық уже отырғаннан бастап уже горшокқа жайлап үйрете берсеңіздер, өздеріңізге жақсы болады. Ары қарай памперс кигізбейсіздер, еще садикке де ертерек бересіздер дегендей. Қазір тем более жаз болғаннан кейін памперсті көп кигізгеннен кейін не болды, қызып кетеді. Мысалы, ыстық қой ол, ыстық тартады. Ал дәл осылай үйретесіздер. Маған подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер.